Көп адамдар YouTube-тың пайдасын түсіне бермейді. Егер түсінсе, әлде қашан YouTube-ты бастап кететін еді. Менің есімім Санат, сіздің YouTube көмекшіңізбін. Бүгін сол платформаның артықшылығы туралы айтам. YouTube-тың басты табыс көзі монетизация ма? Егер солай ойласаңыз, онда қателестіңіз. Интеграция деген бір, және ең бастысы жеке бренд. Егер сіздің жеке брендіңіз қалыптасса, онда сіздің затыңызды адамдар міндетті түрде сатып алады. Мысалы, мал саудасы деген YouTube-та топ бар. Ол арнаның иесі миллионер. Монетизация арқылы табыс тауып отыр деп ойлайсыз ба? Жоқ. Шаруалар малын сату қажет болса, сол кісінің YouTube арнасына жүгінеді. Мынау бұқалар сатылады. Астана облысында тұр. Алатын адамдар болса, хабарласыңыздар. Қарапайым видеоны түсіреді, қорадағы малдарын сіздерге көрерменге көрсетеді. Мынаның жасы осыншада, салмағы осынша, бағасы осынша, алам десеңіздер, мына нөмірге хабарласыңыздар. Міне, YouTube-тан көрген көрермен сол жерден малды сатып алады. Сондықтан сіздің қожалығыңыз болса, онда базар аралап, клиент іздеп қажеті жоқ. Қолыңызда телефон бар, YouTube-ға жүктеңіз, міндетті түрде сатып алушы табылады. Осымен кейбір мұғалімдерге таңғалым. Білімі бар, телефоны бар, неге сол біліммен көпшілікпен бөліспейді? YouTube-ға видеоларын жүктесін, сабақтарды берсін онлайн. Сөйтіп өзіне репетиторлыққа шәкірттер алсын. Бір жағынан пайдалы, екінші жағынан табыс көзі. Мұғалім Заңғар ағай дәл солай істеген. 176 мың оқырманы бар, математикадан репетитор. Енді ол кісінің шәкірттері өте көп. Тапсырма барлығы осы сызықтық функцияға байланысты болмақ. Сондықтан бастайық. Және табысы да жоғары. Сондықтан достар, бұрынғыдай Инстаграмға, таргетқа видеоларды салып, жарнама берудің қазір қажеттілігі шамалы. YouTube-тың мүмкіншілігі өте жоғары. Сіз де өзіңіздің біліміңізді пайдаланыңыз. Ал енді қалай видео түсіремін, қалай рекомендацияға шығамын, монетизацияға қалай өтемін деген сұрақтарыңыз болса, менің ақылы кеңесіме жазылыңыз. Ол үшін төмендегі нөмірге хабарласыңыз. Мен сізге барлығын түсіндіріп берем, көмектесем. Бұл сіздің тезірек табысқа шығуыңызға әсер етеді. Мынау бұқалар сатылады. Астана облысында тұр. Алатын адамдар болса, хабарласыңыздар. Құрметті ханымдар, сіздердің қолдарыңыз алтын. Көп дүниені білесіздер. Торт пісіре аласыздар, тамақты пісіре аласыздар. Осыны кәсіп қылып, өзім клиентімді табам, тортты пісіріп, оны сатам, сөйтіп табыс табам десеңіздер, YouTube сізге көмекші ғой. YouTube-та дәл сондай жолмен табыс тауып отырған Арай деген ханым бар. Арайдың асханасы 46 мың оқырманы бар. Үйде өзінің асханасында түрлі тәтті дәмділерді пісіреді, рецептісімен бөліседі, және тұтынушылар одан тағамдарды қуана сатып алады. Арай сияқты болыңыз. Мына жақта тағы да ойлауларыңыз мүмкін. Конкуренция деген бұл салада өте көп. Менің видеоларымды ешкім көрмеуі мүмкін. Барлығы торт пісіре алады ғой деп. Жоқ, бұлай ойласаңыз қателестіңіз. Конкуренция неғұрлым көп болса, соғұрлым тұтынушылар да көп деген сөзі ғой. Сондықтан достар, көрермен баршамызға табылады. Кейбір адамдар бар, өз жұмысын өздері қиындатады. Мен соларға таңғалам. YouTube арна бастау үшін миллиондаған қаражат керек, фотоаппарат керек, кәсіби құрылғылар керек дейді. Бірақ бұның барлығы сылтау. Бастаймын деген адам телефонмен ақ бастайды. Телефонмен ақ миллиондаған қаралым жинап жүрген мен бірнеше жанды сіздерге көрсете алам. Сондықтан достар, ол сылтаулардың барлығын қойыңыз, тек бастаңыз. Ары қарай жол өзі ашылады. Егер дәл осындай сылтау бола берсе, сіз ешқашан YouTube арна бастамайсыз. Буын аурулар туралы, яғни артроз артрит аурулары жайлы. Дәрігер Әсеткүл Сағиева 200 мыңға жуық оқырманы бар. Шығыс медицинасымен айналысады. Буын аурулары, түрлі аурулардың ем жолын бейне арқылы сіздерге көрсетеді. Адамдар сүйіп көреді, солардың ішінен оған тұтынушылар жазылады. Кәдімгідей өзінің арнайы сайтын белгілеп қойған. Видеоны көрген адам сол сайтқа өтіп, өзі де ол кісіден ақылы кеңес ала алады. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн. Бұл видеода сіздермен осындай тырнақ құрақты бірге құраймыз. Тағы да бір YouTube-тағы пайдалы ниша тігін тігу. Тігіншінің пайдасы деген YouTube-та арна бар. Әйгерім есімді келіншек айналысады.
ол түрлі лайфхактарды көрсеттігінге қатысты, және өзінің көйлектерін сатады, сол арқылы тігін тігуді үйретеді. Біріншіден клиент табады, екіншіден монетизация, үшіншіден адамдарға пайдалы ақпарат. Негізі білім жетістік үшін өте қатты қажет. Қаншама адамдар маған хабарласып жатады. 4000 сағатты орындадым, 1000 подписчикті жинадым, бірақ монетизацияға өтпедім. Неліктен дейді? Өйткені олар YouTube арна бастағанда біраз ақпаратты білмей қалған. Сол себепті зардабын қазір тартып жатыр. Мұндай қателіктерге жол бермес үшін білімдеріңізді жетілдіріңіздер. Мен сіздерге көмектесе аламын бұл ретте. Сіздермен болған санат, жақсы адамдардың санатында болыңыз, және ең бастысы, не бастасаңыз да бірден бастаңыз.